тілдің апаты бұл жалпы авам адамдардың діндегі өте күрделі мәселелерге кіріп, сол нәрселерде бас қатырып, сол мәселелерде сөйлеуі дейді. Ақидадағы күрделі мәселелер, тағдыр мәселесі болсын, осындай бір күрделі мәселелерге кіріп, сол мәселелерде сөз сөйлеуі, бас қатыруы, және барып біреулердің сол мәселелермен, сұрақтармен мазасын алуы, бұл да тіл мен адамның табатын апаттарынан дейді. Себебі адамға амал қиын дейді. Амал қиын, ал сөз жеңіл болып табылады. Сөз жеңіл және нәпсіге жағады деді. Ал авам адам сондай мәселелерге кіретін болса, шайтан келіп, сен ғалымдардан болдың, деңгейің көтерілді деп оны алдайды. Сонымен ол соған мәз болып, керемет деңгейге жетіп қалдым деп ойлап, шамасы келмейтін нәрсеге бас ұрады. Имам Бухари, Муслимдер келтірген хадисте айтады, сахабалардан келетін сөз: "Наха Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям анил қил вал қал ва идаатил мал ва касратис суал." Анау былай деді деген секілді сөздерден, мал шашудан, ысырапшылдықтан және көп сұрақ қоюдан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қайтарған дейді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тағы да имам Бухари, Муслимдер келтірген хадисте айтады, сондай заман келіп қалады дейді. Адамдар өзара сұрақ қояды бір-біріне. Әртүрлі сұрақтарды қойып отырып, хатта яқулу қад халақаллахул халқ фаман халақаллах. Енді жаратылысты Алла жаратыпты, ал Алланы кім жаратты деген секілді сұрақ қою мүмкін дейді. Егер солай айтылатын болса, фақулу қул хуаллаху ахад. Егер сондай сөздер айтылып жатса, сендер айтыңдар, қул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан ахад деп, одан кейін сол жағына 3 рет түкіріп, я Алла тағала мені шайтанның азғыруынан, шайтанның жамандығынан сақта деп, аузу биллахи минаш шайтанир раджим деп айтсын дейді. Және сондай-ақ Муса алейхиссалам мен Хидр алейхиссаламның арасындағы оқиғада да бізге үлкен ғибрат бар. Ғұламаларымыз айтады, осы оқиғада Алла тағала бізге артық сұрақтың дұрыс емес екендігін көрсетті деді. Артық сұрақтың, артық сөздің дұрыс емес екендігін көрсетті. Діндегі сондай күрделі мәселелер, фитна тудыратын мәселелер, бұл мәселелерден жалпы авам халық ұзақ болуы қажет деді имам Абу Хамид ал-Ғазали рахмахуллах. Және сол кезде көтерілген мәселелерден, Құран мақлуқ па, мақлуқ емес па, мына оқып жатқан әріптеріміз мақлуқ па, мақлуқ емес па, жаратылған ба, Алланың кәләміне қатысты сұрақтарды қою, бұның барлығы негізі авам халықтың арасында талқыланса, олар осы мәселелермен бас ауыртатын болса, бұл олардың тілмен табатын апаттарынан дейді. Және мысал келтіреді, патша егер өзінің қол астындағы адамдарға хат жіберсе, олар алып алып, мынау хат қандай сиямен жазылған, бұның парағы қандай парағы жаратылған ба, жаратылмаған ба деген сұрақтар қойып, сонымен әуре болатын болса, және ішіндегі жазылған мәселені амалға асырмайтын болса, ол адамдар жазаға лайық болады дейді. Сол секілді Құранға, жалпы дінге амал етуді тастап қойып, осындай мәселелермен айналысқан адамдарды Алланың жазасына душар болады дейді. Сол үшін, яғни жалпы адам өзінің деңгейіне қарауы қажет. Рахималлаху муран арафа хаддаху фавақафа инда. Алла тағала өзінің деңгейін біліп, сол деңгейінде тоқтаған адамды рахмет етсін дейді. لا شريك لك لبيك